Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермен, біздің каналға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан маңызды және шұғыл жаңалықтарды арнамыздан бақылап отырыңыз. 1 миллион адамға мемлекет көмектесуі мүмкін. Министрлік медициналық сақтандыру жарнасын субсидиялау немесе басқа да шаралар арқылы көмек көрсету механизмі талқыланып жатыр. Қазақстанда 1 миллионнан астам адам медициналық сақтандыру жарнасын төлей алмайды. Оларға мемлекет көмектесуі мүмкін. Бұл туралы денсаулық сақтау бірінші вице-министрі Тимур Сұлтанғазиев мәлімдеді деп хабарлайды Спутник Қазақстан. Ресми мәліметке сәйкес, Қазақстанда 3 миллионнан астам адам медициналық сақтандыру қорына жарна төлемейді. Олардың ішінде 1 миллионға жуығы шынымен де өздері үшін медициналық сақтандыру қорына жарна төлей алмайды. Қазіргі кезде осы мәселені шешу жолдары қарастырылып жатыр. Бірнеше ұсыныс бар. Соның ішінде жергілікті атқарушы органдарды тарту арқылы мәселені шешу механизмі қарастырылған, деді Сұлтанғазиев орталық коммуникациялар қызметінде өткен брифингте. Оның сөзіне қарағанда, сақтандыру жарнасын субсидиялау немесе басқа да шаралар арқылы көмек беруі мүмкін. Ал қалған 1,5-2 миллион адам өздігімен жарна төлей алады. Біз осы адамдармен де жұмыс істейміз. Негізгі мақсат оларды медициналық сақтандыру жүйесіне тарту деп атап өтті вице-министр. Толығырақ төмендегі сайтымыздан көре аласыздар. Егер біздің видео ұнаса, подписаться және бір лайк түймесін басып кетулеріңізді сұраймыз.